Қызым менен ұялады. Әркімнің тағдыры әрқалай. Төрт құбыласы түгел көрінген адамның да басында өз қиындығы бар. Сондықтан мен өзімнің ауыр тағдырым үшін налымаймын да, шағымданбаймын да. Тек жалғыз қызымның менен алыстап бара жатқаны жанымды ауыртады. Мен 7-ші сыныпта оқып жүргенде анам белгісіз бір аурудан ерте көз жұмды. Бір үйде 5 бала улап-шулап қалдық. Көп өтпей әкем қайта үйленді де, бәріміз адуынды өгей шешемнің қолына қарап қалдық. Отырсақ опақ, тұрсақ сопақ болдық. Мектеп бітірген бойда өгей шешем мені туыс інісіне күштеп ұзатып жіберді. Тумасынан момын әкемнің маған араша түсуге шамасы болмады. Өйткені менен басқа шеттей 4 баласын тағы жетім еткісі келмеді. Ал мен жаңа өмірімнен үміт күтіп, өзімнен едәуір үлкен жігітке үйдаланған тайлақтай еріп кете бардым. Бірақ барған жерімде бұрынғы күнім арман болып қалды. Бұғанам қатпай жатып, күндіз-түні сол үйдің бар ауыр жұмысына жегілдім. Таң атпай 5 сиырын сауып, өріске айдау, ұсақ малдарын жемдеу, суғару, одан бөлек үй шаруасының бәрі ештеңе емес. Ми қайнатар ыстықта гектар мақта шабу, жүгері суару, одан қала береді ағаш аралап, отын дайындау әбден діңкілдетіп жіберді. Бұл шаруаның бәрі менің маңдайыма жазылып қойғандай. Сол үйдегі еркек кіндіктілер, күйеуім, атам, қайнағам, қос бірдей қайнымның біреуі де маған жаны ашып қолын созбады. Ал енем сәл шалт бассам зіркілдеп жер-жебіріме жетумен болды. Шаршағанда тілім шығып қалса, сол күні көкала қойдай болып күйеуімнің соққысына жығылдым. Сөйтіп жүріп, ауыр соққыдан құрсағымдағы тұңғышымды түсіріп алдым. Сонда да ешкім келіп маңдайымнан сипап жұбатпады да, ауруымды жеңілдетпеді де. Мен де тағдырдың жазғанына мойынсұнып, сұрқай тіршілігімді жалғастыра бердім. Арада 1 жыл өткенде құрсағыма тағы бір бала біткенін сездім. Сол-ақ екен, мына жалғаннан үзіле бастаған үмітім қайта оянып, осы сәбиімді қайтсем де аман сақтап қалу үшін мына тамұқтан құтылудың жолын іздестіре бастадым. Сөйтіп бір күні тәуір киім-кешегі мен құжаттарымды буып-түйіп, қоқысқа тастайтын заттардың арасына салып алып шығып, түнде бақшаның аяқ жағына апарып жасырдым да, ертеңіне таң қараңғысына сиырды өріске айдап шыққанда жаңағы түйіншегімді іле кеттім. Қыр аса бере киімімді ауыстырып, ауылдың сыртындағы тас жолға жанұшыра жүгірдім. Бар ойым бірдеңе етіп қалаға жетіп алу. Одан әрі қарайғысын тағдырым өзі көрсете жатар деп ойладым. Қас қылғандай сырттан келетін көлік көріне қоймады. Ал ауылдан шыққан көліктерге жоламай, жол бойындағы ағаштардың арасына жасырынып тұрдым. Өйткені менің бұл ауылдан ешқайда аттап шықпайтынымды бәрі біледі. Біреу-міреу таныса үйге хабарлап қою мүмкін еді. Бірақ қанша жасырынсам да, уақыт өткен сайын соңымнан қуғыншы келіп қалар ма екен деген үрейден тұла бойым қарысып, аяқ-қолымнан жан кете бастады. Әйтеуір бір уақытта бейтаныс жүк көлігі тоқтады. Жүргізуші жүзі жылы кісі екен. Жолай әңгімелесіп отырып бар сырымды ақтарып салдым. Қайта-қайта басын шайқап отырған ол қалаға кіре бергенде, қызым баратын жеріңде жоқ сияқты. Қаласаң біздің үйге жүр, бәйбішеме түсіндіріп айтармын. Өзіңе келіп жұмыс тапқанша амалдарсың деді. Оған қарсы келетін шамам да жоқ еді. Осылай ілесіп кете бардым. Әйелі онша ұната қоймаса да мені үйіне кіргізді. Күйеу әжептәуір малтабар болу керек. Ас үстіне түсіп бәйек болып ас суын беріп жатыр. Маған да қабат шытпаса да күйеуінің көзінше өтірік мүләйімсіп жүргендей көрінді. Бірақ кетейін десем баратын жерім расымен де жоқ еді. Ертеңіне таңертең оянсам, кешегі қамқоршым жұмысына қайта кетіп қалыпты. Алыс қалаларға жүк тасиды екен. Енді 1 аптасыз оралмайтын көрінеді. Әйелі осыны айтты да, кеше күйеуімнің көзінше үндемедім. Сендей көше кезген салдақылардың кесірінен отбасымды ойрандағым келмеді. Күйеуім жолай сенің аулыңа кіріп, ата-енесімен сөйлесем, келіндеріңе дұрыс қараңдар деп айтамын деп кетті. Ол қайын жұртыңды ертіп келсе, мына жердің ойран топаны шығаратынын сезіп тұрмын. Ал мен өз үйімді танымайтын біреулердің соғыс алаңына айналдырғым келмейді. Сондықтан ұйқыңды қандырып болсаң қараңды батыр. Егер қайтып келетін болсаң, менің бар алтынымды ұрлап кетті деп ұстатып жіберемін деді. Қорыққанымнан үйден атып шығып, басым ауған жаққа жүре беріппін. Бір уақытта көзімнің жасын сүртіп жан-жағыма қарасам, ығы-жығы халық биік ғимараттардың ортасында тұрмын. Кенет қабырғада ілулі тұрған хабарландыруға көзім түсті. Еден жуушы керек депті.
Қарным аш, автобусқа ақшам жоқ. Сонда да әркімнен сұрастырып жүріп хабарландыруда көрсетілген мекенжайды түс ауа әрең іздеп таптым. Дәмхана иесінің маған жаны ашыды ма, бірден жұмысқа қабылдады. Кейін там-тұмдап сұрап отырып, тұратын жерімде жоғын білген соң, әзірге қоймада тұруыма рұқсат берді. Осылайша алдымен еден жудым, кейінірек қосымша ыдыс жуып, азырақ қаражат та жинадым. Қызымды аман-есен дүниеге алып келдім. Босанған соң дәмхананың иесі қоймада тұрғызбады, бірақ жас жатақханадан бір бөлме жалдауыма көмектесті. Және келушілер жоқ мезгілде сәбиіммен келіп еден жуып тұруыма рұқсат берді. Мұның өзі мен үшін бақыт еді. Алла ол кісінің өмірін ұзақ қылсын. Осылай шамам келгенше бар тапқан таянғанымды қызымның үстіне жапсырып, сол ішсін, сол кисін деп, тек сол үшін өмір сүріп, өзімді мүлдем ұмытыппын. Бүтін киім кимедім, тәтті тамақ ішпедім. Тек қызымның жақсы мектепте оқып, қосымша би, фортепиано, гимнастика үйірмелеріне баруына мүмкіндік жасадым. Оқуға түсіріп, ақылы бөлімде оқыттым. Күні-түні жұмыс деп, бар қалауын орындадым. Сөйткен қызым, өткенде көшеде кетіп бара жатсам, қызым құрбыларымен келе жатыр екен. Бой жетіп қалыпты, сымдай тартылған құлын мүшесіне қарап, бойымды мақтаныш кернеді де, құшағыма қысып маңдайынан сүйгім келіп кетті. Содан өзіме шақырып қолымды бұлғап едім, ол мені көрмегендей бұрылып кетті. Байқамай қалған болар деп, жақындай бере атын атап шақырдым. Сөйтсем, қызым, саламатсыз ба Айша апай деп басын изей салды да өтіп кетті. Сосын қасындағы қыздарға біздің ауланы сыпыратын апай ғой деп жатқанын естіп қалдым. Жүрегім суылдап, көз алдым қарауытып кетті. Менің қызым өзінің туған анасынан ұялады екен ғой. Ойлап отырсам өзіме де обал жоқ. Бар өмірімді қызыма арнап, өз бақытымды ойламаппын да, боянбадым, киінбедім. Мұндай алқам-салқам әйелге қандай еркек кіндікті сөз сала қойсын. Енді туған қызым менен ұялса, кім үшін өмір сүрдім дейді.